Сәлеметсіздер оқушылар. Дүниетану сабағын бастаймыз. 12-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы біздің сынып. Сен сынып ұжымы туралы білесің, олармен қарым-қатынас орнатуды үйренесің. Тірек сөз сыныптас. Біздің достарымыз Арман мен Ақмаралдың диалогын тыңдаймыз. Сынып оқушылардың білім алатын бөлмесі. Ұжым деген не? Ақмарал. Ұжым деп мақсат, міндеттері ортақ болатын топтағы адамдарды айтады. Бір сыныпта оқушылар ұжымды құрайды. Олар бір сыныпта бірге оқып білім алады. Сенің сыныбыңды ұжым деп атауға бола ма? Неге? Әрине ұжым деп айтамыз, себебі біз ортақ тапсырмаларды бірге орындап, бірге білім аламыз. Орын алған жағдайлар туралы ой бөлісіңдер. Суреттердегі оқиғаларды топта талқылаңдар. Бұл жағдайдан шығудың жолын бірге іздеңдер. Сабақ енді ғана басталды. Сен сөмкеңдегі заттарыңды шашып алдың. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстар едің? Сәкен ауырып көп күн сабақтан қалды. Сол себепті бақылау жұмысын орындай алмады. Сыныптасы Әлия оған неге көмектеспеді? Қасында отырған сыныптасына заттарыңды тез жинауға көмек сұрар еді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей заттарыңды тез жинап алдық. Әлия Сәкенге берілген тапсырмаларды түсіндіріп шығаруға көмектесті. Сәкен бақылау жұмысын дұрыс әрі қатесіз орындап шықты. Әлияға рахмет айтты. Сыныптастар олар бір сыныпта оқитын немесе бұрын бірге оқыған оқушылар. Сыныптас оқушылардың қандай жағдайлар байланыстырады? Сыныптастар достық, ұйымшылдық, мейірімділік, қайырымдылық, еңбексүйгіштік жағдайлары байланыстырады. Сыныптастар бір-бірінің сабақтарын орындауға көмектеседі. Үй тапсырмаларын бірге орындап, бос уақытын бірге өткізеді. Бірге атқарылатын әрбір іс оқушылардың достығын нығайтады. Сынып ұжымдағы қағидалар. Біріншісі құрметтеу. Егер сыныптас досың сабағын жақсы оқыса, мектепте кешікпей келсе, таза жүрсе, сен оны сыйлап құрмет тұтасың. Достық. Сабақ оқығанда кездесетін қиыншылықтарға әрқашан досың көмектеседі. Батылдық. Батыл болу өзіңе деген сенімділікті орнықтырады. Сүйіспеншілік. Сенің айналаңда ата-анаң, достарың бар. Оларды сыйлайсың, құрметтейсің, себебі олар сенің жақын жанашырың. Мейірімділік. Бұл адам бойындағы жақсы қасиет. Айналаңдағы адамдарға мейірімді бола біл. Қайырымдылық. Сенің жаныңда көмекке мұқтаж адамдар болуы мүмкін. Оларға қолыңа келген көмегіңді жасай біл. Еңбексүйгіштік. Еңбексіз ештеңеде өздігінен келмейді, сондықтан еңбекті сүй. Сынып ұжымында сақталатын қағидаларды біл. Олар сен үшін маңызды ма? Иә, өте маңызды. Сыныпта оқушылармен қарым-қатынаста осы қағидаларды ұстану керек деп ойлаймын. Егер сен басқаларды сыйлап, олармен жақсы қарым-қатынаста болсаң, олар да сені сыйлап құрметтейді болады.